Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздермен ұн қосылмайтын өте дәмді болып шығатын сметаник дайындайтын боламын. Ең алдымен менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздерге керекті заттардың барлығын төменге описанияға қалдырдым. Сол жерден өлшемін қарасаңыздар болады. Ең алдымен таза ыдысымызға шекерімізді салып, үстіне жұмыртқамызды салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Осы сметаникті міндетті түрде жасап көріңіздер, және де соңына дейін қарауға сіздерге кеңес берем. Осыны жасасаңыздар көп уақыттарыңызды алмайды және миксердің де қажеті жоқ. Осылай барлық жұмыртқамызды салғаннан кейін венчиктің көмегімен жұмыртқамыз бен қантымыз біріккенше жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін мен қарапайым дүкендегі осындай сметанды пайдаландым. Осы сметанның 400 грамын қосатын боламыз. Осылай сметан мен жұмыртқамыз жақсылап біріккенше араластырамыз. Содан кейін кез келген формаға құйып, қызып тұрған пеште 180 градуста 30 минуттай пісіріп аламыз. Мен осындай формаға құйдым. Сіздер қалаған формаларыңызға құйсаңыздар болады. Бізді сметаникімізді пешке жібереміз. Пештен алғаннан кейін осындай болып піседі. Дірілдеп тұруы мүмкін. Піскеннен кейін міндетті түрде формадан суығаннан кейін барып босатамыз. Мен осындай тарелканың бетіне аударып алдым. Міне біздің осымен сметаникіміз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді, ауызға салғанда ери береді. Соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Сіздермен болған Карина. Баршаңызға ас болсын. Менің каналыма тіркеліп пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.